Армысыздар, құрметті көрермен. Өмір тамаша арнасы сан ғасырлық бабалар ізін бойына сақтаған хан ордасына жол тартпақ. Арнадан ажырамаңыздар. Межеге Жезқазған қаласынан бағыт аламыз. Мына жолдың аты Қаражар көшесі деп аталады. Дәл осы жол қаланы Қызылорда, Қарағанды деген сияқты өзге де қалалармен байланыстырып тұр. Сол жағымызда темір жол вокзалы. Алдымыздағы бағдаршаммен оңға бұрылып Сәтбаев көшесіне түсеміз. Сол жағымызда автовокзал. Алдымызда көпір, оның арғы жағында қайнаған қала тіршілігі. Айналма жолмен Сарыарқа көшесіне түсеміз. Бұрышта орналасқан үйге Қаныш Имантайұлы Сәтбаев атамыздың мұралы салынған. Еліміздің мысты жүрегі саналатын Жезқазған қаласына қазақтан шыққан тұңғыш геолог ғалымымыздың қосқан үлесі зор. Сондықтан жергілікті халық Қаныш атамызды аса құрметтейді. Оң жағымызда тоқыма фабрикасы. Негізін 1966 жылдың 30 қыркүйегінде қалаған фабриканың жылына 16 миллионнан астам бұйымдар шығаруға мүмкіндік беретін пішу тігін өндірісі жұмыс жасаған. Кеңес үкіметі құлағаннан кейінгі алғашқы 10 жылдықта фабрика жұмысын тоқтатты. Тура жолмен Сәтбаев қаласы арқылы өтіп, Ұлытау ауданына бет аламыз. Арақашықтық 180 шақырым. Жезқазған қаласынан шығып келеміз. Сол жағымызда қаланың тынысын айшықтайтын мыстың белгісі қойылған. Сәтбаев қаласына келіп жеттік. Бұл қаладан қазақылықтың иісі аңқиды. Сайын даланың сәйгүліктері, кен орындары. Қой ешкілер де жайылып жүр. Ал біз Жезді кентінен өтіп барамыз. Жол бойында Ұлытау көкбөрісі ескерткіші орналасқан. Оның жанында күміс бұлақ. Бұл жайында бейнені жоғарыдағы сілтемеден көре аласыздар. Сол жерде өсіп тұрған алып бәйтерек. Күміс бұлақтан шөлімізді қандырып, сапарымызды жалғастырдық. Құрметті көрермен, әрі қарай жол бойы табиғат сұлулығын бізбен бірге тамашалаңыздар. Ұлытау ауданына да келіп жетті. Көз алдарыңызда тау қыраттары. Хан ордасына 25 шақырымдай жол қалды.
Құрметті көрермен, ұзақ сапарды артқа тастап, хан ордасына да келіп жеттік. Дәл осы жазықта хандар ақ киізге отырғызылып, ұлықталған. Бізге тарихтан белгілісі Абылай хан. Жазба деректерге сүйенсек, осы рәсім Жошы хан заманынан жалғасып келген. Содан бері 36 хан ұлықталған деседі. Соңғысы Кенесары хан. Ескен жел мына домбырадан шаңқобыздың үнін естірткендей болды. Өзімізде таң қалдық. Археологиялық зерттеулерге сүйенсек, құрылыстың пішіні төртбұрышты, ұзындығы 150, ені 90 метр шамасында. Құрметті көрермен, осымен біз сапарымызды аяқтаймыз. Өмір тамаша арнасымен болғандарыңызға алғыс. Бейнені дайындаған Айнұр Қожахмет, басқа да бейнелерді қарап, пікір қалдырып, бізбен бірге болыңыздар. Келесі кездескенше күн жақсы.